Менің есімім Асем, мен ауылды жерде тұрам. Менің бір арманым бар еді, ол Алматыға оқуға бару. Мен өзім жайлы айтатын болсам, әкемнің осы уақытқа дейін айтқанынан шықпағанмын. Бірақ әкем мені ауылымызда Мәкен деген байдың ұлына жар етіп бермекші болды. Қызым, сені Мәкеннің баласына береміз, дайындал. Әкесі ол оқуға түспекші ғой. Әкешім, менің бірақ оқығым келеді. Мен осы уақытқа дейін сіз не айтсаңыз барлығын жасап келдім, өтініш әке. Мен бұл үйде не айтты сол болар? Анашым, мен кетпесем болмайды. Мен сізге сөз берем, жақсы оқимын, қалада өз орнымды табамын. Тез кете ғой, қазір әкең де келіп қалады, сені кетіп жатқанын білмесін. Иә, анашым. Осылай арман қуалап Алматыға жолға шықтым. Қалада мені қандай оқиғалар күтіп тұрғанын білмейтін едім. Келесі екінші бөлімде көре аласыздар.